14 түрлі тест жасау үшін вопрос деген жерге кіріп, бір жауапты тест жасаймыз. Бізде дайын шаблондар бар, осыған қоя саламыз. Ол үшін мен Word-та дайындап алдым. Сұрақтарымды осыны алып, копировать етемін. Қалай удобно, өздеріңізге байланысты. Мысалы маған осылай удобно. Ctrl-V мен Ctrl-C-ні қолдануға болады, бірақ ол маған қолайсыз, сондықтан мен осылай копировать ставить етіп аламын. Сұрақтарыңызды алдын ала дайындап аласыздар. Немесе кітаптан өздеріңіз жасаңыздар болады. Яғни дұрыс жауабы 55-60. Өзімнің информатикаға байланысты сұрақтарымды жазып алдым. Мына жерге, яғни жарайсың дей салайын. Жарайсың. Дұрыс емес жеріне талпын деп жаза салайын. Талпын. Енді слайды бөлігіне кірсек, мына жерде бізде шықты, иә? Слайд бөлімінен біз өзгертуімізге болады. Бұлай. Ана кішірейтіп, төртбұрышты линияның үстінен басасыздар да, кішкене тартасыздар. Өзіңізге қалай удобно, солай жасаймыз. Енді мен аны бұлай бөлемін де, астына фон қойғым келеді. Ол үшін мышканың оң жағын басы формат фона десеңіздер болады. Мына жерде бар. Немесе вставка бөліміне кіріп, өздеріңіз қалған суреттеріңізді қойсаңыздар болады. Енді мынаны бұлай прозрачность істей салайын. Ол өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Енді бір осындай тесті, яғни 3 жауапты тесті, бір ғана жауабы дұрыс болатын тесті 10 рет жасаймын десеңіздер, данныйға кіресіздер де, осы бірінші тесттің үстінен дублировать етесіздер. Екінші тура ары қарай бір жауапты сіздерге қайталап көшірмесін береді. Осыны өзгертіп ары қарай жасай бересіздер. Тек қана осы вопрос дегеннің бір түрінен ғана 10 сұрақ жасаймын десеңіздер, дублировать етесіздер. Егер де жоқ, ол маған керек емес десеңіздер, бұны өшіріп удалить етесіздер. Яғни мышканың оң жағын басып, удалитті басасыздар. Келесі тағы да вопросыға кіремінде бірнеше жауабы дұрысты басамын. Енді жаңағы мен дайындап алған тестімді аламын да, алып келемін. Копировать. Ненен 2 рет басасыздар да, ставить етесіздер. Тағы да ескеу. 2 рет басып, ставить етесіздер. Немесе өздеріңіз жасаңыздар болады. Жауаптарын ол өздеріңіздің қауларыңызға байланысты. Келесі есту, көру. Мына жерге де тағы бір көру деп өзім жаза салайын. Көру. Дұрыс жауабы менде есту мен көру. Тағы да мына жерге жарайсың, или осылай қала берсін. Қараңыздар. Осыны былай тартып алып келемізде, кішірейтуге де болады. Бұлай астыға жылжытып қойсаңыздар да болады. Мысалы фон.
Қараңыздар, енді мен вставкадан өзіме қажетті суретті қойып көрейін. Ставить еттім. Енді переместить былай басуыма болады. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме, менің жауаптарым осылай шығып тұр, Енді изменить етсем де болады. Мынаның түсін аққа апарамын. Осылай өзгерте аламын. Мынаны үстін екі рет чертесіздер де былай әкеле саласыздар. Бұны білесіздер деген ойдамын. Келесі данныйға кіремін. Вопросы. Верно или неверно. Жаңағы мен өзімнің дайындап қойған сұрағымды ашамын да копировать етемін. Копировать. Екі рет басамын да вставить етемін. Жауабы дыбыс картасы, желі картасы. Копировать. Ставить етемін. Дұрыс жауап бізде дыбыс картасы. Тағы слайдыға апарамын. Мысалы, осылай қала берсін десем, осылай қала береді. Немесе фонда алып өзгертсем болады, фигурасын өзгертсем болады мен. Бұл қала берсін бізде. Келесі данныйға кіремін. Вопрос, краткий ответ дегенге басамын. Келесі сұрағы менде, мен аны алып келемін де. Өздеріңіз бірінші осылай таңдап алсаңыздар жақсы. Уақыттарыңызды экономдайтын боласыздар. Жауабы жедел жады. Копировать етемін де. Вставить етемін. Слайдыдан көріп алсаңыздар болады. Міне. Краткий ответ деген жаңағы. Енді числовой ответ бұл сандық жауап. Ол үшін не? Сандық жауап. Копировать. Сегіз, Бізде мына жерге 8 деп жаза саламын. 8. Анан былай басамыз. Енді слайдқа кіреміз. Бұл жерге ештеңе жазбасақ та болады, ровно деп қоя салайын. Келесі вопрос. Яғни тізбектеп жазу керек. Тағы да Word-ға барамын. Тізбектеліп жазылу керек. Бұл жерде копировать. Ставить етеміз. Осылай тез жазып алсаңыздар үйреніп кетесіздер. Стандарттық. Соңғы жауап. Келесі жауап, яғни сәйкестендіріңіз.